спираль салғаннан кейін қан кету мүмкін бе? Міне осы сұраққа жауап алу үшін осы видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Сәлем достар, менің есімім Шаңды Ақжүніс Мейрамбайқызы. Мен акушер-гинеколог дәрігермін. Егер де осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыңыз келмесе, подписка жасауды, комментарий жазуды және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кетті қыздар, біз бүгінгі тақырыпта мезгілсіз жүктіліктен қорғанудың қарапайым және де өте арзан түрлерінің бірі жатыршілік спираль туралы айтатын боламыз. Жалпы жатыршілік спиральдің екі түрі болады. Біріншісі ол мыстан жасалған, және де күмістен жасалған түрі болуы мүмкін, алтыннан жасалған түрі болуы мүмкін. Сонымен қатар екінші түрі бұл гормональды түрі, Мирена деп аталады. Құрамында левоноргестерол деген гормон болады. Бұл емдік мақсатта және де контрацепциялық мақсатта екеуін бірге қолдануға болады. Ол туралы бөлек айтатын боламыз. Енді жалпы кетейік. Жалпы спираль, спиральді біз қалай саламыз, қай кезде саламыз? Егер де сіз жаңа босанған келіншек болсаңыз, босанғаннан кейін 40 күннен кейін салуға болады, яғни табиғи жолмен босанған болсаңыз. Ал егер де сіз кесір тілігімен босанған болсаңыз, кесір тілігінен кейін 3 айдан кейін салуға болады. Және де кейбір қыз келіншектерде босанғаннан кейін етеккірі келмеуі мүмкін. Сіздің егер етеккіріңіз келмеген болса, сіз ультрадыбыстық зерттеуден өтіп, немесе тестна беременность көріп, яғни өзіңіздің жүкті емес екендігіңізге көз жеткізгеннен кейін барып сала беруге болады. Ал егер сіздің ай сайын етеккіріңіз келіп жүрген әйел болсаңыз, онда сіз етеккіріңіз келіп уже бітіп жатады ғой, сол уақытта барып салдыруыңыз керек. Өйткені сол кезде гинеколог дәрігерге сізге спиральді ауырсынусыз салуға жақсы мүмкіндік болады. Яғни середина цикла кезінде салынбайды, после овуляция салынбайды, тек қана сіздің етеккіріңіз уже, мысалы, на 4-й, на 5-й ден бітуі мүмкін, әркімде әртүрлі. Сол бітіп жатырған уақытта барып салдыртасыздар. Және ол жатыршылық спиральді салу 5-10 минутқа созылуы мүмкін. Және де кішкене ауырсыну болуы мүмкін. Өйткені біз спиральді салу кезінде, мысалы, жатыр мойны болатын болса, сол жатыр мойнын, мына жерін біз арнайы пулевка деген не болады, инструмент, сонымен бітіп қысамыз. Яғни бізге өзімізге салуға ыңғайлы болу үшін. Сол кезде сол жерден механическая, как травма ретінде кішкене қан ағуы мүмкін, болезненность болуы мүмкін, сәл ауырсыну болуы мүмкін, және салған кезде де сәл ауырсыну болуы мүмкін. Ал басқа жағдайларда өте қатты ауырсыну болмайды. Яғни сіз өзіңізді дайындап келсеңіз, және де босаңсып жататын болсаңыз, расслабленный, сол кезде барлығы жақсы өтеді, қыздар. Енді қараңыздар, бізде спираль қалай жұмыс жасайды? Яғни ол бірінші, егер мыстан жасалған түрлері болатын болса, қараңыздар, ол бізде не істейді? Мына сперматозоидтардың, яғни жатыр мойнында слизь болады арнайы. Сол жерден сперматозоидтар өткен кезде қалай өте алмайды, дұрыс жылжуын, жаңағындай қозғалуын баяулатады, өйткені сол жердегі слизді, яғни сгущать етеді, қоюландырады. Сол жерде қоюландыру арқылы сперматозоидтарды жүруіне кедергі жасайды. Екінші несі, механическая преграда, яғни мысалы жатырдың ішіне мынандай Т-образный қойып қоятын болса, немесе дөңгелек қойып қоятын болса, ол жерде плод, яғни эмбрион не может прикрепиться, яғни эмбрион беки алмайды, сондықтан әрі дамымай кетеді де, егер даже если беременность наступит, ол механическая преграда ретінде етеккіріңізбен кетіп қалады. Ал егер гормональный түрі болатын болса, яғни Мирена деген түрі, ол жерде гормон бөліп тұрады, ол гормонның есебінен сізде овуляция, яғни овуляция болмайды, овуляцияны шектеу есебінен сізде жаңағы беременность болмайды. Сонда екі өздің осындай жаңағы эффективность қасиеттері бар. Енді біз алдымен енді несіне тоқтала кетейік? Артықшылықтарына жатыршылық спиральдің. Жатыршылық спиральдің артықшылығы бірінші. Жатыршылық спиральдің артықшылығы бірінші, яғни сізді 24 сағат бойына, күні бойына 3-5 жылға дейін сізді мезгілсіз жүктіліктен сақтайды. Яғни сіз әртүрлі гормональный таблеткалар ішіп, немесе пластырлар жапсырып, немесе жыныстық қатынасқа түспестен бір арнайы смазкалар жағып, спермициды жағып жүрмейсіз. Яғни ешқандай хлопоты деп айтады, ондайлары жоқ. Тек қана бір рет салдырып қоясыздар, 3-5 жылға спокойно жүре бересіздер. Бірақ 1% жағдайда жатыршылық спираль тұрса да жүктілік болуы мүмкін. Ол туралы да тоже айтатын боламыз.
Енді жаңағы артықшылықтары осы, иә. Және де ешқандай да раковые заболевания, рак молочной железыға, рак эндометрия сондайларға әкелмейді. Өйткені гормональный таблеткалар осындай раковые заболеванияларға әкелуі мүмкін, тромбоэмболияға әкелуі мүмкін, инсульт, инфарктқа әкелуі мүмкін. Гормональный таблеткалар егер сізде жаңағыдай асқынулар болып жатырса, ал спиральдің ондай жаңағы қасиеті жоқ. Яғни сізді 24 сағат бойына 3-5 жылға қорғап отырады, сондай асқынуларға әкелмейді, сізге өте ыңғайлы. Енді сонымен қатар сіздің либидоға ешқандай әсер етпейді, ал гормональды түрлері, білесіздер, жаңа айтқан мен мирена, левоноргестерол бар құрамында, бұл гормоналдық түрлері емдік мақсатта қолданылады, яғни сізде эндометриоз, болезненная менструация деген сияқты әртүрлі өзінің көрсеткіштері бар заболевания, сол кезде қолданылады емдік мақсатта. Енді недостатки, яғни кемшіліктері қандай? Біріншіден, ол сізді ешқандай да жыныстық жолдармен жұғатын инфекциялардан қорғамайды. Сіз егер ондай жағдайдан қорқатын болсаңыз, сіз қосымша барьерный метод, яғни мүше қапты қолдануларыңызға тура келеді. Екіншісі, обильная менструация, яғни сіздің етеккіріңіз ұзаруы мүмкін. Мысалы, сіздің бұрын етеккіріңіз 4 күн, 5 күн келетін болса, спираль салғаннан кейін сіздің етеккіріңіз 7 күн, 8 күн келуі мүмкін, Кейбір қыз-келіншектерде обильная менструация, обильное кровянистое выделение, то есть етеккір арасындағы уақыттарда межменструальное кровотечение болуы мүмкін, ол жаңағыдай мазняда болуы мүмкін, әр әйелде әртүрлі, ол 3 айдан 6 айға созылуы мүмкін. То есть кейбір әйелдерде қалыпты болып кетеді етеккір цикл, кейбіреулерінде обильный болып кетеді, яғни мысалы бұрын 4-5 күн болса, кейін 7-8 күн келуі мүмкін, ауырсыну сезімімен келуі мүмкін, ол кезде ол уже жаңағы недостатки, кемшіліктері біреуге жағады, біреуге жақпайды деген сияқты, сондай болуы мүмкін. Кейбір қыз-келіншектерде бірақ ол 3 айдан кейін немесе 4 айдан кейін етеккірі қалыпқа келіп, ондай жаңағы белгілер кетіп қалуы мүмкін. Сонымен қатар осы жаңағы кемшіліктері, сонымен қатар енді қараңыздар, қандай қарсы көрсеткіштер бар? Қай кезде біз жатыршылық спиральді салмаймыз? Ол сізде егер острый заболевание органов малого таза болатын болса, яғни сізде жедел түрде қабыну аурулары, воспаление болатын болса, кальпит болатын болса, сонымен қатар сізде әртүрлі инфекциялар болатын болса, ол кезде үстінен салмаймыз. Өйткені сізде спираль егер сізде мысалы қараңыздар, хламидия, микоплазма, гонорея, трихомониаз, различный уреплазмоз деген сияқты әртүрлі инфекциялар болып, соны сіз емдемей үстінен біз спираль салатын болсақ, ол сізде ертең асқынуға әкелуі мүмкін, инфекциялардың жоғары қарай шығып кетуіне әкелуі мүмкін, трубаларға қарай өтіп кетуіне әкелуі мүмкін. Сосын воспалениеге әкеліп, кейін сізде жаңағы әртүрлі яғни жаңағы бесплодие деп айтамыз, соған әкелуі мүмкін за счет того, что сізде были инфекции, а не за счет того, что сізде жаңағы спираль. То есть сізде қараңыздар, көп әйелдерде мынандай түсінік бар, спираль салғаннан кейін мен көтере алмай қаламын ба деп. Жоқ, ол сіздің бесплодияға никак әкелмейді. Просто сізде әкелетін нәрсе ол өз-өзіңіздің ауруларыңызды асқындырып жіберу. Яғни сізде инфекция болса, ол сізде спираль болсын, болмасын, ол сізге бесплодияға әсер етуі мүмкін. Яғни сізде жатыр түтіктерінде ол жаңағы спайки шақырып, өтімсіздікке әкелуі мүмкін. Сондықтан сіздер спираль салдырмас үшін кальпит болсын, различный инфекцияларыңыз болсын, солардың барлығын міндетті түрде емдеу керексіздер. Сонымен қатар рак шейки матки, яғни жатыр мойнының және жатыр денесінің жаңағы қатерлі ісіктері болса, ол кезде де салмаймыз. Сонымен қатар кейбір адамдарда метке, яғни мысқа аллергия болады, сол кезде де салмаймыз. Және де бұрын егер әйелде рак молочной железы болған болса, сол кезде де салмаймыз. Енді қандай риск бар спираль салғаннан кейін? Енді ол түсіп қалуы мүмкін кейбір әйелдерде. Ол үшін неге сіздер жатыршылық спираль салғаннан кейін міндетті түрде 10 күндей жыныстық қатынасқа түспейсіздер, ауыр нәрсе көтермейсіздер. Егер балаңызды емізетін болсаңыз, жатып емізесіздер. 10 күн солай күтіну керек. Кемі, саунаға, баняға бармау керек. Өйткені ол аралықта жатыршылық спираль орнықпай, яғни оған орнығуға да белгілі бір уақыт керек, түсіп қалуы мүмкін. 1% жағдайда беременность болуы мүмкін, яғни егер де спираль жылжып кеткен болса, немесе дұрыс орналаспаған болса, ол кезде жүктілік болуы мүмкін.
Бірақ ол кезде біз не істейміз, егер де спиральдің үстінен әйел көтеріп қоятын болса, біз оған әртүрлі жаңағындай рекомендациялар ұсынатын боламыз. Яғни біріншісінде ол мысалы біз спиральді алып тастауымыз мүмкін, бірақ ол кезде баланың түсіп қалу қаупі болады. Соны ескертеміз. Кейбір жағдайларда барлығы жақсы болып кетуі де мүмкін, әр жағдайда индивидуально, әр әйелде. Сондықтан бұны гинекологқа барып шешесіздер. Сонымен қатар кей жағдайларда гинеколог дұрыс салмайтын болса, перфорация болуы мүмкін, яғни жатыр тесіліп кетуі мүмкін. Бірақ енді ол көп жағдайда кездеспейді. Сонымен қатар инфекция егер сізде бұрын болған болса, одан сайын асқынуға келеді, және де жыныстық жолдармен жұғатын инфекциялардан қорғамайды ол. Ол тек қана жаңағы барьерін механикалық жаңағы қызмет атқарады, яғни жаңағы эмбрионның бекуіне кедергі келтіреді. Сонымен қатар слизді жатыр мойнындағы сгущать етеді, қоюландырады. Соның есебінен сперматозоидтардың жаңағы жүруі баяулайды. Сонымен қатар болезненность болуы мүмкін алғашқы жаңағы спираль салғаннан кейін, немесе алғашқы 2-3 айда. Бірақ егерде сильный, прям невыносимый боль болмаса, незначительный боль болса, это нормально, да, қыздар? Обезболивающий ішуге болады, алғашқы 2-3 айдан кейін ол кетіп қалуы мүмкін. Егер де сіздерде ол мүлдем кетпесе, постоянно қатты ауырып, беліңіз ауырып, шыдатпай, және де обильный менструация өте құйылып қан келетін болса, ол кезде міндетті түрде қайттан гинекологқа барасыздар. Ол сізді УЗИге қайтадан түсіріп, жаңағы УЗИгін көріп, жатырлышчық спиральдің соның барлығын сіздің жағдайыңызды, состояниеңізді учитывать етіп алып тастауы мүмкін, немесе қайтадан келесі айда сізге салып беруі мүмкін, қыздар. Міне, қыздар, осындай жатыршылық спираль туралы ақпараттар сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Егер ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Комментарийде сіздерден сұрақтарды күтемін.